Бәріне сәлем достар. Бүгінгі тақырып көрерменімнің сұрауы бойынша оңай босану жолдарын айтыңызшы деді. Негізі қыздар, адамнан адам шығу оңай емес. Сәл жеңілдетуге босану кезінде көмектесетін жолдарды айтатын боламын. Алдағы уақытта керемет видеолар шығарамын. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер достар. Босануды жеңілдететін керек кеңестер. Бірінші, Алладан сұраңыз, босану жеңіл болсыншы деп жақсы ниет етіңіз. Екінші, аяғы ауыр келіншектерге арналған йога жасаңыз. Йога стресс, ашу, қорқынышты азайтады және жеңіл босануға көмектеседі. Үшінші, жүріңіз, қимылдаңыз. Төртінші, далаға көп серуендеуге шығыңыз. Дұрыс тыныс алыңыз. Дұрыс тыныс алу жаттығуларын жасап жүріңіз. Мұрынмен дем алып, ауызбен шығару. Келесі, жылы душ қабылдауға болады. Ыстық немесе салқын су емес, жылы. Қасыңыздағы адамға күнде массаж жасатып тұрыңыз беліңізге. Өзіңізге массаж жасауға да болады. Шалқаңыздан жатып, саусақтарыңызбен ішіңіздің төменгі жағын асықпай нәзік түрде сипаңыз. Босанып жатқан кезде міндетті түрде дәрігердің айтқанын тыңдаңыз. Қатты айқайламаңыз. Өзіңізді сабырлыққа шақырыңыз, терең тыныс алыңыз. Осы мен айтқан кеңестерді орындап жасап жүрсеңіз, сөзсіз көмегі тиеді деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мың алғыс. Келесі видеода кездескенше достар.